Бүгінгі қонағымыз атаңызға айналған Қара майордың оққағары Бақберген Сәтұлы Әбішев. Қош келдіңіз. Тура 24 октябрьде біз Ауғанстанға кірдік қой. Бірақ енді осы жерде ол кісі енді мықты дайындады бізді. Адамдар қаза болды. Ең бірінші сонда көрдік енді. Қалай қаяққа келгенімізді, неге келгенімізді. Қасыңыздағы мына күні көріп жүрген адамның қаза тапқаны қандай болады? Сол кезде жан-жақтан ата бастады, ДШК-дан да атты, бәрін атты, ошым былай болып кетті. Штампын ұрды. Ашуға болмайды. Ашуға болмайды деді. Болды, сонымен кеттік екенбіз. Я ваш командир батальона майор Керімбаев деді. Гүрілдеп тұр дауыс командирский деді. Ол кісінің арқасында енді осы Ауғанстандағы көп батальонның ішінде ең аз шығын бізден. Алдындағы машина атып, артындағы машина атып, біреулер келетін болса атсасын ғой, бірақ қолға түспеу керек. Қатар тұрғызып қойды, ананы жатқызып плащ палатқа. Екі санның еті былай ажырап жатыр ғой. Өзі қайтыс болып кеткен. Көріңдер дедім. Мен мынаны шешесіне не деймін? Әділетсіздік бұл жерде тек қана мына Барыс ағамызға болды ғой. Қазір әскерге адамды күшеден ұстап алады. Қазақстанда патриоттық, отандық сүйгіштік жоқ. Армысыздар, Адырнаның құрметті көрермендері. Өзіміз уәде еткендей, өткенде атаңызға айналған Қара майордың өкіл қызы Гүлбақытты шақырған едік. Бүгінгі қонағымыз атаңызға айналған Қара майордың оққағары Бақберген Сәтұлы Әбішев. Қош келдіңіз. Қош көрді. Мұна Бауыржан Момышұлы айтқан ғой, отан үшін отқа түс күймейсің деп. Мұна есіміңіз Бақберген екен, бағыңыз ба, мүмкін тағдырыңыз ба, қан-қасаптан аман-есен қайтыпсыз. Енді бүгінгі әңгімеміз атаңызға айналдым деп айттым ғой жаңағы. Батыр, Қара майор. Сол кісінің қандай азамат болғанын, ол кісі неге аңызға айналды? Сіз оны қасында жүрдіңіз ғой. Енді сізге бірінші сұрақ. Сізді қалайша таңдап алды оққағар қылып? Енді біз 81 жылы 18 жасымызда сол кісінің батальонына түстік, Қапшағайға. Ерекше жаңағы спецназ дейді ғой. Сол батальонды құрып, ол кісі соған қазақ, өзбек, қырғыз, тәжік ұлтынан өңкей жас жігіт, 18 жас сол кісінің қолына түстік. Сонда кешіріс, әдейі сол ұлттардан жинаған ғой, басқа ұлттар болмады. Сол басқа ұлттар болмады, мусульманский батальон құру деп приказ келген Москвадан. Ол кісі бір жыл бұрын болған вообще приказ деген ұйғыр халқынан құрған. Ол кісі 80 жылы Эфиопияға бір командир бригадының советник болып кетіп баратқан жерінен Москвада шешім шығарып, ол кісіні қалдырып, Қапшағайға барасың, арнайы мақсаттағы батальон құрасың, ұйғыр халқынан Қытайға қарсы дайындық деп. Ол кісі сол Олимпиадан салып жатқан 300 ұйғырды самолетпен осы Алматыға алып кеп, сол осы жақтан жинап, батальонды құрып, ұйғыр халқынан бәрін үйретіп, самолеттан секіртіп, учениясын жүргізіп, бір жыл дегенде олар енді дайын болды дейсіз ғой. Дайын болған кезде үйге кететін уақыттары бар. Бір жыл болып кеткен, уже анаяқта бір жыл өткен, Барыс ағамыздың қол астында бір жыл служит еткен, қызмет еткен. Сонымен солар жіберіп, бізді жинады ғой. Енді осы жерде тағы бір сұрақ.
Жаңа Борис ағамыз деп атап қалдыңыз. Қара майордың нақты аты жөнін тегін айтыңызшы. Аты жөні енді ол кісінің әкесі қазақ, шешесі орыс қой. Содан Борис деп қойған ғой атын. Керімбаев Борис Төкенұлы. Енді анасы орыс болған бәрібір ұлт қазақ қой. Иә, қазақ. Иә. Сонымен жаңа ұйғырларды жинап, Ұйғырларды содан жаңағы бір жылдан кейін жаңағы Қытайға кетейін деп тұрған жерінен оны жоқ, Қытайға дайындаған ғой енді. дайындаған, бірақ содан кеткен жоқ қой. Осы Қапшағайдан оларды жаңа қызметтік уақыттары біткеннен кейін үйлеріне жіберіп, бізді жинады ғой. Енді ол сол кезде ол кісі де енді білсе білетін шығар, біз ештеңке білмейміз. Сол кісінің қол астына түстік 18 жасымызда. Осы қазақтар, қырғыздар, өзбегіміз бар, и тәжіктеріміз бар. жаңа айтып қалдыңыз. Таза батальон. Жаңа айтып қалдыңыз, мұсылманский батальон деп. Ол кезде кеңес өкіметі, Құдай жоқ деген кезде, олар сондай жаңа мына қазақ, қырғыз, тәжік, өзбектің бәрін мұсылман деп ата жіберген біртүрлі қызық екен. Мақұл, әңгімеңізді ары қарай жалғастыра беріңіз. Сол кісі құрылып осы Қапшағайға түстік 6 ай. Самолеттан секіртіп, одан жаңа учениялар, спорт, 24 сағат тыныштық бермейтін. Түнде сағат 3-те тұрғызып алып жүгіретінбіз. 2-де содан учения болды. Бәрін өткізіп 6 ай. 24-ші мен өзім ауылдан, Жамбыл ауданынан, осы командиріміздің ауданынан 7 жігіт түстік, қазақтардың ішінен. Сол 24-ші апрельде шақырған бізді, тура 24-ші октябрьде біз Ауғанстанға кірдік қой. Бірақ енді осы жерде ол кісі енді мықты дайындады бізді. Сөзіңіз аузыңызда мына генерал Панфилов айтқан екен. Аяу деген аямау деген. Бауыржан Момышұлын айтыпты. Қазір аяма. Себебі қазір сен жауынгерлерді аялсаң, бірінші шайқаста қаза тауып кетеді деп. Мына қара майорда сізді сөйтіп шыңдаған екен ғой сіздер. Сол. 535 адам ғой батальон. Бәріміз шыңдады ғой. Сонда бәріңіз қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік. Енді орыстар да бар, бірақ сол мемлекеттерден. Орыс болса да Тәжікстаннан, орыс болса Қырғызстаннан. Өзіміздің осы жердегі орыстар, осы қазақстандық орыстар. Басқа республикалардан болған жоқ. Кейін болды енді ол Ауғанстанда пополнение дейді ғой, қайтыс болғандардың орнына толықтырған. Қаза тапқандардың орнына. Сонымен менің сұрағым есіңізден шығып кетпесін. Қалай оққа қар болдыңыз? Сол 6 айдан кейін өзіміз осы Қапшағай қаласынан 2 состав болып, 1 состав техникамыз, 2 состав адамдар жабылған. Біз де білмейміз оны, бізге айтқанда жоқ. Балқашқа деді, ученияға кеттік деді. Сонда сіздер Ауғанстанға кетіп бара білмейміз. Ауғанстанға боевой стрельбой деді. Шын оқ атып, содан білмейміз кеттік, бірақ жаңағы Өзбекстанның Кушкасына барғанда бірақ сөйледі айтты бізге. Біз Ауғанстанға кетіп баратырмыз. Амудариямен салмен өткізді батальонның барлығын. Сөйледі ауданның, бір аудан ғой сол өзбектердің. Сөйледен концертін қойды жаңағы. Содан ары қарай тура 29 октябрь күні біз шекарадан. Бәке, сонда қандай сезімде болдыңыз? Мына жерде бейбіт жаңағы жаттығулар, аттыңыз, ұшақтан секірдіңіз дегендей парашютпен. Ал енді ай-шай жоқ, аяқ астынан Ауғанстанға бар жатырсыңдар дегенде қандай сезімде болдыңыз? Себебі сіз о жақта соғыс болып жатқанын білдіңіз ба? О жақта соғыс болып жатқан ақырын естидім біз. Енді о жақта 79-да басталды ғой. 79-дан бастап ақырын, бірақ көп жаңағыдай ақпарат болған жоқ. Ақпарат болмаған көп естімейміз. Енді анда-санда айтып есіп қаладым сол жақта деп. Бірақ о жаққа барамыз деген біздің күшіктесі түсімізге кірмеген. Бірақ енді дайындықта ойлап жүрдік, енді мүмкін енді бекер дайындамайтын шығар енді. Бригада тұр. Оның бөлек біз батальонды бөлек дайындады ғой. Бөлек
тұрған жеріміз де бөлек болса, Қапшағайдағы бригадада, о да арнайы мақсаттағы бригада, бірақ біз мусульманский батальон бөлек, соның артында соны бізді бөлек дайындады. Палаткада тұрды, жаңағы казарм жетпегендер. Басқа жауынгерлермен, басқа құрамалармен не араласқан жоқ бұл? Енді олармен былай араласпаймын, бірақ ана тамақ ішетін жеріміз, жаңағы плас, анау мынау бәрі бір, бірақ дайындығы бөлек болды. Содан Ауғанстанға кірдік 29 қазанда. Горный батальон қарсы алды, сол апаратын жерімізге дейін солар сопровождать ету керек болатын енді. Олар бұрыннан сол жерде болған, жаңағы соғыстың не екенін біледі. Сол кіре сап соғыс басталды ғой. Кіре салып, жаңағы горный батальон әйтеуір соғысып, содан адамдар қаза болды. Ең бірінші сонда көрдік енді. Қалай қаяққа келгенімізді, неге келгенімізді, бүткіл батальон қалай, неге дайындағанын сол кезде сездік. Жаңа айттыңыз ғой, не біраз жігіттер қаза тапты дегеніз. Сонда қасыңыздағы мына күні көріп жүрген адамның қаза тапқаны қандай болады екен? Енді бірге барып, бірге жүріп, бірге жаңағы 2 жылымызды бітіріп, қай жерде болсақ та үйге бірге қайтамыз деп жігіттер енді қасында жоқ, уже қаза тауып, тем более оның сүйегін өзің алып келсең, енді ол енді айтуға қиын еді. Өзіңізде сонда баяғыдан сыйнық табыттар болатын еді ғой, ештеңкесі көрінбейді. Сонда еститінбіз, мен өзім көрген жоқпын. Сонда достарыңызды алып келдіңіз бе? Алып келдік. Біз жаңағы ауданнан 7 адам дедім ғой. 7-еуміздің сол Ербол Абдрахимов деген жігіт 82 жылы жаңағы сентябрьда 24-ма сондайда жаңағы вертолеттан қаза тапты. Вертолет құлап. Өзіміздің 7 адам барғанымыз, бірінші солдан кетті. Екінші жігіт, ол сол жаңағы Ербол, айта кетейін. Ербол жаңағы Қанат Упеков деген қазақ жігіт, Қызыл ту 4-түк Алматының жаңағы қасындағы. Соларды вертолет құлап, жанып кетті. Жанғанда енді адам қысқарып қалады екен. Жаңағы ұзын здоровый жігіттер 1 метр 20 сантиметрге қысқарып кетеді екен, сүйек қана қалып. Ол енді оларды алып келдік. Алып келгенге дейін айтайын, командиріміз жаңағы қарамайорымыз августтың аяғында енді уже 1 жылдан аса енді офицерлерге өздерінің жаңағы демалыс береді ғой. 1 ай ма 35 күн бет, сол енді есімде жоқ. Соған командиріміз кетті ауылға. Отпусқа кетті, орнына замы қалды. Сол кезде енді біз жаңағы Руха деген жерде тұрдық. Паншер шатқалында Ахмет Шахтың шатқалы ғой. Тағы бір армейский операцияға шықтық. Ол кісі жоқта. Содан әйтеуір аман есен операцияны өткізіп, сол Руха деген жерде тұрды батальонымыз. 2 жағы тау, ортада Паншер өзені. Енді әйтеуір операцияны бітіріп, әйтеуір моншамызға түсіп, қолдан жасаған. Содан начальник жаңағы финадил дейді ғой, армияда, лейтенант Қуанов деген қырғыз жігіт болатын, өзі жас жігіт. Енді бізге жаңағы зарплатымызды офицерлерге сол барып, жаңағы дивизия неден Баграм деген жерде тұрды. Дивизия сөрін алып тұратын. Соған 2 адам керек деді. Біздің ротаға келді. Командиріміз капитан Шатемиров деген қырғыз жігіт енді. 2 жыл болды қайтыс болып кетті, полковник шенінде. Сол кісі айтты, Айбишев орысша айтты, ты полетишь с ним, еще одного возьми с собой деді, өзің тағы біреуін ал деді. Содан жаңағы енді өзім жолдастарым ауданнан келген Ордабаев Марат деген жігіт нетпен жоқ, оны жібермеді. Содан Рахимов Нұркен деген жігіт бар, оны жібермеді. Сонда қарасам Ербол деп едім, Абдрахимов. Вот вдвоем полетите наш фильм деді, Баграм. Жарайды деді.
ол сол кетті сағат 10-ның кезі. Содан күттік, түске дейін вертолет келмеді. Енді үйірге шатқал, мына жағы шатқал, мына жағы шатқал, ортада өзен, вертолет қонады, ұшады. Өзі екеу қонады, екеу аспанда жан-жан қарап жүреді. Қарауыл ғой. Қарауыл сияқты, баяу вертолеттер, Ми-24-тер, аналар Ми-8-дер. Содан түс болды, ротадан обед іштік, Ербол екеміз. Түскі ас, иә. Түскі ас іштік. Түстен кейін келді. Дарылдап, алыстан естіледі ғой дауысы, жаңа шатқал болғаннан кейін. Енді қуанды ғой, вертолет келатыр енді. Осымен барып бесеге онсыз ауыл жақтан хат хабар келеді. Ояққа көп те ұшпайды. Енді хат хабар жеткенше де бір 15-20 күн, кейде бір ай өтіп кетеді. Хатымыз үйден жазған, жолдастарымыз бар, жаңағы бауырларымыз жазған хаттар. Енді содан ротада қалар деп екеміз, жаңағы Начфин лейтенантымыз бар. Өрді вертолет қонады, тез кіріп, тез кету керек. Жан-жақ бүйтіп тұр ғой. Иә. Атайын деп, ТШК бар, жаңағы безоткатный орудиясы бар. Енді ол жаңағы шатқалдың тауларына Борис ағамыз барлық жеріне пост қойып тастаған. Кәдімгі сол жерде тұрады солдаттар. Содан жаңа вертолет қонғанда жүгірдік, біреуі қонды, екіншісі қонды, біріншіге жүгірдік. Адамдар түсті бір кезде біріншісінен жүгіріп өтті. Ояққа қарай жаңағы солдаттар баратын, офицерлер, жаңағы госпитальға баратындар. Олардың бәрін кіргізіп, екіншісі ашылғанда келді, ашылды. Біз де жүгірдік, қарасам, командирдің қара чабадан шықты бүйтіп. И өзі түсті. Тура отпустан келатыр екен. Демалыстан келе жатыр. Демалыстан келатыр екен. Енді орысша ты куда деді. Я Начфином деймін, за деньгами. Соң Начфин лейтенант болды. Ол жаңа доклад беріп, аяқ астынан сүйерде чаң болса да не етіп жатыр. Аны оқып деді. Біреу жете ма деді Ербол. Жетеді деді. Содан Ербол ұшып кетті. Сіз қалдыңыз? Мен қалдым, командирім қалды. Сен үйде болдым, мен папаңмен болдым, жаңа өзіміздің ауылдың жігіттерінің үйлерінде болдым, анау-мынау сәлемдемесі бар. Бақытжан дейді мені. Бақберген дейді, Бақытжан. Кеттік деді. 2 чемоданды көтердім дағы штабқа келіп. Енді басшының бұйрығын орындау керек қой. Содан жаңағы бір жетті өтті. Содан жаңағы үйден анау-мынау бер жіберіп, соны балаларға апардық, мәре-шара болып әйтеуір хат хабар алып. Содан бір жет өткенде қайтадан вертолет келатыр. Тағы да хат келеді, жақсы деп. Өзі кетті сол 4:30-ның кешке қарай болатын. Сол келіп, біреуі төмен түсті да қонайын деді, екіншісі жоғары жақта, сол қонайын деген кезде сол кезде шайқалып кетті ме? Шайқалып, атты ма, управление нетті да, сол бардығы вертолет құлады. Тікұшақ құлады дейсіз ғой? Тікұшақ құлады. Ол жарылды ма, жоқ, жанып кетті ме? Жанды. Ішінде 10 солдат та жанып кетті. Содан ол құлағанда жар ғой. Жаңа біздің тұрған жеріміз кішкене тегістеудағы жол өтеді, жолдың ар жағы жар, жардың ар жағы төмен, жаңағы өзен, паншер, бәрі зеленый, жаңағы долина, жап-жасыл тап-тұйын. Содан қайта құлағанда жаңағы 2 блок жаңағы ататын ракеталар, Нурс дейді, сол сыпырылып қап, бұлай құлаған ғой. Содан ішіндегі жаңағы оның жаңағы багы ішінде ғой. Сол жанды ішінде жаңа бәленбай-мың патрон бар. Тікұшақ сонда керосинмен ұшады ғой? Иә, керосинмен. Еще жаңағы жер біз миналап тастағанбыз ғой. Түнде кіріп кетпесін деп. Соның бәрін сол құлады. Сонда өзіміздің минаға кеп, өзіміздің тікұшақ құлаған? Ол анаяқтан еткенде құлағында енді ішіндегі несімен нетті ғой енді. Электричествосы бәрі бар. Содан жанды. Анаяқ барамаймыз. Не өшірмайсың, ол жаңа вертолет деген өзі материал бір тез жанғыш па? Тез жанғыш бір сварк сияқты жанатын екен. Содан сол жанды, әйтеуір саперлар кеп, сол кезде жан жақтан ата бастады, ДШК-дан да атты, бәрін атты, ошым.
былай болып кетті, әйтеуір Ана, өлгендерің кімдер? өшірдік. Дұшмандар атып жатыр ғой. Иә, дұшмандар екі таудан өлгендерін өшіріп, кешке қарай шығардық жаңағы солдаттар, 13 солдат. Кейін жаңағыдай 1,5 метр болып қалған. Соны шығарып жатырмыз. Борис командиріміз қарады. Сонда досыңызды таныдыңыз ба? Жоқ. Міне Бақытжан деді, мен жүрегім, мен соғын кемесем, сен алып қалмасам, сен де кететін ғой мына ішінде деді, міне. Мен жүрегім. Қара майор айтты ма? Қара майор айтты. Вот сердце командира деді, как чувствовал, соғын мен ұшып келіп, сені алып қалдым. Мен тура сол самолетке отыратын ғой, солдаттар отырған, жаңа Ербол отырған, жаңағы Қанат Упеков марқұм ол госпитальдан келген Кабулдан. Сонда ана өзіңізді оқтан қағып қалған басшыңызға кейін оққа қар болдыңыз ба? Сол әлі көз алдымда, сол есімде жаңа командиріміз айтқан сөз әлі. Сол кезде 19 жастағы жігітпіз ғой. Кейін бәрін ана алып барып, жатқызып, бәрі күйіп кеткен. Кімнің кім екенін ажырату кім екенін білмейміз. Содан енді жаңағы түн болып кетті, ертеңінде әйтеуір Кабулға запрос жасап, кім отырып еді, кім нетіп еді, анау мынау деп соны жаңағы. Енді оларда тізім болады ғой. Упеков Қанат ішінде екен, жаңағы Ербол марқұм ішінде екен. Ал енді таныңдар деді, қазақтар қастанда жүрген. Таныған енді бәрі күйіп қап-қара бір мынандай болып қалған. Соны қарап, әйтеуір тәжік, өзбек бар екен ішінде, әйтеуір орыстар бар. Жаңағы екеуі біздің қазақ. Сон Ерболдың енді 18 жасында біргеміз, маңдай жалпақ. Өзі кішкене нелеу жігіт болатын. Маңдай жалпақтау. Мынау Ербол дедік. Қанаттың енді тісі үлкен жаңағы арасы ашық еді. Мынау Қанат дедік дағы, сол жазыдағы қағазбен соның бәрін жинаттағы Баграмға вертолетпен алып кетті. Жыладыңыз ба достарыңыздың? Жыламаған енді. Жылады, көзден жас шығады бәрі. Енді бірге бардық, бірге қайтатын дай болмай, уже арамыз уже біреуіміз кеттік. Қанатта өзіміздің қазақ жігіт. Екеуінде әкелер қайыс болып кеткен. Сол кезде ма? Жас кездерінде. Жетім өскен. Екеуі де жетім өскен. Екеуінде мамасы өсірген. Ерболдың бір қарындасы бар. Қанаттың екі әпкесі бар, болды. Содан командир. Соларды сіз жаңағы осы жаққа алып келдіңіз ғой? Командиріміз содан оларды вертолет алып кеткеннен кейін, 2 күннен кейін тура 29 сентябрь бізге 6 ай қалды приказ шыққан күні. Соны командир шақырып алды, Бақытжан Рахимов Нұркен шақырып алды. Апарып шешелеріне айтыңдар, түсіндіріп. Бармай маға дедім. Қайтып барам. Жоқ, барасын деді. Нұркенге де маған деді. Олар әкелері де жоқ, түсіндіріп айтасыңдар деді. Бірге жүрген жолдастарым деп. Сонымен көндіктағы тура 29 күні вертолет келіп, бізді Баграмға алып келді. Сол жерде өзіміз жаңағы ақ несін кигізіп, кебін кигізіп, жап жаңа формаға орап, бәрін салып, ол енді басында окошкамен болады екен. Ау біздің кезімізде окошка жоқ. Паят етіп тастайды екен. Бетін көре алмайды. Паят етіп тастайды екен дағы, үлкен қып тұрып штампы ашқызбайтындар деді, вскрытие не подлежит деді, штампын ұрды. Ашуға болмайды. Ашуға болмайды деді. Болды, сонымен кеттік екеміз. Октябрьде сол алып келдік. Байғұс аналар зарлап қалған екен да. Ал енді жаңа ғана оқуға қалай болғаным, енді Қапшағайдан біз жаңаға жап-жас болып түскен кезде ол кісі отпуск деген. Содан бір күні жаңбыр құйып тұр. Июльдің кезі ма, август қой, август кезінде командир батальонына келді, деді, танысады сендермен деді. Содан баяғы
Ленин комнат деуші еді ғой. Иә. Сондай әр неде жерге отырғызды ротаны. Ол Ауғанстанда ма жоқ осы Жоқ, жақта осы ма? Қапшағайда. Иә. Жаңа молодой болып түскеннен кейін, Иә. сол 3 айдан кейін ғой, сол шаруалармен неден сон отпуск деген келді, күрілдеген қара плащ палатка жамылған жаңбырдан келді да честіде отырып, я ваш командир батальона майор Керімбаев деді. Күрілдеп тұр дауыс командирский, дейді. Мен білмеймін оны, біздің ауылдан екенін де білмеймін. Кім екенін білмеймін дейсіз? Біздің ауылдан екенін білмеймін. Өзім бір ауылдан екенімізді білмеймін. Содан танысып жатыр. Сен қайдасың? Сен анау Тәжікстаннан, анаяқтан, мынаяқтан бізге кел. Сен қайдасың? Мен Алматыдан, Жамбыл ауданынан, қаяқтан, откуда жұмыс көремін? Пуртки дедім. Ты чейшин дедім. Мен айтым, сад Айбишев. Ты моих родителей знаешь деді. Не деді? Родителей знаешь деді, мен әке-шешем білесің бе деді, орысша. Соң жаңа Керімбаев дегеннен кейін, соң білем дедім. Знаю Түкен Керімбаев. Учил нас. Мать Марья Ивановна тоже учил. Мектепте сабақ берді. Сабақ берді ғой маған. Қазақ тілі қазақ әдебиетінен, шешесі орыс әдебиетінен. Марья Ивановна мен Түкен Керімбаев болады. Деді. Я их сын, Борис деді. Деді. Землягың ғой, деп жаңағы Шерлес екен деп. қасында жігіттер, енді ауылдан біз біргеміз, қасымыздағы ауылдардан ғой, жігіттер жаңа 7 жігіт өзінде. Сонымен, деп, сонымен андасында әйтеуір көріп қаламыз, нетіп қаламыз, ертең ана марш бросок жүргізеді. Өзі келеді дағы. Содан солай жүрдік, бірақ қаттана былай жақын араласып неткен жоқпыз. Бірақ сонда да жылы көресіз ғой. Содан жаңағы Ауғанстанға түстік, одан жаңағы операцияға барып жүрдік. Содан жаңағы Паншерге кірерде Ахмет Шахтың жаңағы шатқалына сол кезде кірдік. Кіріп, жаңағы Ахмет Шахтың ауылына дейін, базараққа дейін кіріп, жаңағы операциямен бәрін жөндеп, пост қойып, бәрін жөндегеннен кейін, содан кейін бір күні командир айтады, комбат шақырып жатыр сен. Бардым, барып едім, Бақытжан деді, сен маған оққа қар боласың деді. Мен қасында болмасам болмайды. Енді оны командир отқа ғана, оның бәрін болып шешіп қойдым. Мен қасында боласың деді. Содан Паншерден шыққанша қасында болдым ғой. Оққағар болу деген ол не? Міндетіңіз не болды? Міндет соғысымен қай жерге барса бірге жүресің. Жоқ, бірге жүргенде дұрыс қой. Қатарда жүруге болады, соңында да жүруге болады. Жан жағын қарайсың, бақылап жүресің. Ол кісі енді мына штабта отырып команда бермейтін адам ғой ол кісі. Операцияға бірге шығады. Бірге солдаттармен бірге жүреді. Бірге соғысады ма сонда? Иә, бірге жүріп, жаңағы соның операцияны қалай жасау керек құрастырып, ең алдымен. Иә, құрастырып, соның орындалуын сол жерге барып өзі қадағалайды. Ол кісінің арқасында енді осы Ауғанстандағы көп батальонның ішінде ең аз шығын бізден. Оны өзінің кітабында да айтады, талай жігіттерде кітап жазды, жоға жақтан жазды, орыстар да жазды, бәрі соны айтады. Ең бірінші жүреді Бористің еңбегі ең аз шығынмен оның батальоны. Ана қазақта айтады ғой, 7 рет өлшеп, 1 рет кес деп. Нағыз сондай жігіт ол кісі. Сондай болашақ мына шабуылдарды дайындаған кезде қасында отыратын бедіңіз? Қасында отырамыз, иә. Ол кісі демалғанда демалмаймыз. Ол кісі әйтеуір ары-бері сол батальонға кішкене демалмамыз, бірақ ол кісі күндізін ұйықтамайтын. Түнімен пост тексереміз. Сенбейді. Өйткені енді оның мысалы рота түнде 2 адамнан тұрады бізде. Өзімде талай тұрдым ғой. Пароль деген жаңағы саммен өрді.
бұрын енді совет өкіметінде Астрахан, Алматы, Иә. мына ал жерде санмен кеш жақын бүткіл жаңағы начальник караулда келеді дағы. Санды айтады ғой. Иә, келеді, бәрін айтады, бүгін пароль 7 дейді да, болды, кетеді барлығы. Оның бәрін мен разводта жаңағында бәрін естіп, бәрін өзім мына құйып жүруім керек. Түнде 3-те мысалы демалып жасаң, Кеттік дейді ғой. командир кеттік дейді, пост аралаймыз. Тем более басқа бір дивизияның ішінде тұрған жоқпыз, бір ненің ішінде тұрған бөлек өзіміз паншердеміз. Жан-жағымызда ешкім жоқ біздің. Бар, төмен қарай бір 20 шақырымдық жерде бір ғана батальон бар, басқа мынағымыз Ахметшахтың жаңағы душмандары, ары қарай Пакистан. Сонда кеттік дейді, кетеміз. Сонда енді өзімде тұрып көргем, екі адамнан тұрады. Сонда енді ана ұйықтамай тұрады ғой оларда. Сонда тоқта 3 дейді. Сен 4 деуің керек. Екеуін қосқанда 7. Міне. Пароль цифровой болады міне. Сөйтіп міне күнде болмаса да жесіне 3-4 ол кісі шығып тұрады сөйтіп. Өз тексеріп, егер жаңағы тоқтатпай нететін болса, командир одан жазалайды. Жоқ, сонда қараңыз, енді өзі тексереді дейсіз. Қол астындағы офицерлер не істейді? Енді олар да болады ғой. Ол енді ол кісі сондай адам. Ол жаңағы бәріміздің өмірімізді мойнына алған кісі ғой. Мойнына алған кісі. Енді Әкеңіздей болған екен да. иә, бүткіл жаңағы мені ғана емес, жаңағы 535 адам сол кісінің мойнында ғой. Киіндіру, ішіп, жаңағы тамағы, аман саулығы, анау бәрлік енді. Енді анау ұрыста тұрыс жоқ дейді. Сол атыс шабыс кезінде адамның қандай екені көрінеді ғой. Қорқақтар бар ма еді? Жоқ. Жоқ. Содан соң мәселен соғыс болғасын, кейбірде анау қатты сөздерді айтылады. Ондай аузынан шығатын ба еді? Ой, ол енді жеті атамыздан түк қалдырмайтын. Орысша боқтағанды енді сай сүйегі сырқататын. Ол кісі енді боқтағаннан ақ жым боладымыз. Жым боладымыз. Егер енді көпшілік жер ғой. Садикте балалар бірімен битіп қалады ғой. Ол жақта енді батальон болғаннан кейін солдатпен бірдеңке болып қалады. Андай залет жасайды енді. Тем более басқа жерде сондай болғанда әуелі ұратын. Ұрады. Сіздерді ұратын ба еді? Ұратын, иә. Ұрады. Прямо шақырып алады. Шақырып алып, қасына 2 офицер алады да былжылдап тұрып ұрып, бәрін нетіп, жағынан ертеңді тамақ жемей қаласың. Бірақ сабақ. Бірақ ертеңінде ештеңе болмағандай жаңа ұрған солдатымен қол алысып, анау мынау жете береді, бітті. Ол кек-мек деген ешқандай болған емес ол кісіде. Сондай өзі таза кісі. Енді орыстар айтады оны рожденный командир деп. Дауысы да, өзінің білімі де өте білімді. Ол кісі әскери мамандықты қай жерде үйренген екен? Әскери мамандықты ол кісі енді бір ауылда да болған, несін айтайын, жағдайын. Енді 61 жылы Гагарин ұшты ғой. Сол кезде енді бүткіл Совет өкіметінің жастары сол космонавт болам деп, бұл кісі де сол космонавт болам мен деп, ауылда мектепте оқиды. Содан көшесі өзі мына Аққайнарға кіргенде шет жағында қасында енді жазық жер бар. Енді ауылдың балалары жаңағы 8-9 оқитын, 7 оқитындар футбол ойнайды ғой. Футбол ойнап жатқанда папа шақырады ғой. Есіктерінде құдық бар, су тартып бер мына мамаң анауында. Жарайды дейді, тағы су тартып жатады. Тартып жатқан кезде ана өзінің командасы гол кіргізеді ғой. Гол деп ана қуанғаннан еткенде анау айланып кетті, басқа тиеді ғой ана кісі. Басына тиеді, бас жағына. Ана бұрауыш. Иә, бұрауыш. Темір ғой ол. Енді ол қызып кеткен ғой. Гол деп жібере салған ғой. Бақыр көтеріліп келе жатыр. Содан төмен түскенде басын жарады, басын тыртық болып қалады. Сонымен бұл кісі жаңағы 10 классы бітіріп, бәрін жақсы бітіріп, енді әкесі, шешесі енді жақсы мұғалімдер, строгий мұғалімдер, бірақ енді нағыз Россияға кетеді ғой Совет өкіметі кезінде. Оқуға.
летный училищеға барады, енді қайсы екенін білмеймін, осы Россияда барады, бәрін комиссия өтейін десе, жаңа басында тыртық. Алмай қояды. Алмай қояды. Ай, сен военный болғың келе ма? Болғым келеді. Сен Ташкентке бар. Дейді да, сояққа жібереді ол кісіні. Содан ауылдан, ол ауылға келеді, анаяққа не болды? Әкесі басына сол баяғы не тыртықтан амады. Дейді да, Молдақан деген жігіт екеуі Ташкентке кетеді. Барып, сөрге тапсырып, сөрді оққан ғой. Высший командный училище ғой. Ауылда айтып қалдыңыз. Осы Қара майордың әке-шешесінің үйі бар ма? Қара шаңырақ? Қара шаңырақ жоқ, үйлері бұзылған, қазір басқа біреулер тұрады. Кухнясы бір, әйтеуір сол кезде неткен қалған. Оны осы қайтыс боларынан бір 2 жыл бұрын хабар келіп ауылға. Сол кезде түсірген, үй-түпті бар. Сол есігінің алдына отырып, сол өзі жаңағы оқытқан мұғалімі бар екен. Көршісі болатын, сол кісілер бәрі бар екен. Мына соғыста енді оққағар болдым дейсіз. Мына оққағар болғасын киімінің астында бір темір ештеңке болған жоқ па? Енді ол болады ғой. Бұрын жилет ол енді бәріміз кидік қой. Бұрын жилет командирім де киді, өзім де киіп жүрдім. Бронежилет дейді. Ол енді басында 7 килограмм болатын, кейін 14 килограмм мықтысын алып барды бізге. Кидік, командирім де киді. Онсыз болмайды, каска. Жаңа операцияға шыққанда обязательно киесің. Мына шабуылға бастаған кездері болды ма? Шабуылға енді... Жоқ, сіздер тасада жатып соғысатын бетіңіз? Енді көбінесе өрді енді партизанский соғыс қой. Тауда. Тауда партизанский. Мана баяғына 41 жылда атака анау деген жоқ, бірақ партизанский соғыстың ең қиын соғыстың бірі ғой. Қиын соғыс. Қай жақта не болатын білмейсіздер. Осы жерде бұны сұрайын деп едім, мынау Ауғанстанның бейбіт адамдарымен кездестіңіздер ғой? Кездестік. Олар қалай қабылдайтын еді сіздерді? Олар енді жаман қабылдаған жоқ. Біз енді жаңа Меймене деген жерінде болдық, провинциясы басқа. Дарзап деген жерде болдық, енді өрде халық кішкене аздау екен. Соңғы жаңа Паншерде де болдық. Жақсы қабылдады. Мына оққағар болу дегеннің өзі бір ережелері бар ма, оқу бар ма? Жоқ, сізді тағайындады болды? Жоқ, енді ол ережелердің бәрі енді қазір мына облыстан бастап әкімдердің, жаңағы президент солардың енді оқу бар шығар. Ол жерде ешқандай оқу жоқ. Өзім деп, өзім жігіттер деп, сол қасында боласың деп. Ал енді сонда 24 сағат қойын бір сөткеде. Сол кезде сіз мына басшыңыздың қасында жүрдіңіз, дұрыс па? Адам шаршайды деген жағдай бар. Немесе бұтаға сүрініп кетеді дейтін жағдай бар. Сондай бір қандай бір жағдайлар болып еді? Енді шаршайсың ғой, бірге жүргеннен кейін шаршайсың. Мына неден Паншерден шыққаннан кейін Гүлбақар деген жерге соның аузына келіп батальонымыз тұрды. Сонда енді түнде жүресің, бірге жүресің, содан ерте қатты ұйықтап қалып. Соның бір кезде бір солдат келді. Айбиш, сен командир күтіп тұр деп. Содан мына бұт жағымда өзім жаңағы форма спецназым, жоғар жағында көп ауылдан енді баяғы бір қыбыт триколор ұрса, соны беріп жіберіпті әке-шешем. Соның кеудесімен жатқам. Содан ұйқылай қаяққа деді, вертолет келді деді, ой деп жаңағы жүгірдіңіз ғой? Автоматты іле салымда сонымен кеттім, сырт киім мынау жоқ. Сонымен бірақ отырдым, ол кезде бірақ кеттік. Бір кезде қарай, мынау не дейді, ояға ұйықтап қаппын дедім мен. Ладно деп сонымен. Сондай кездер болды енді. Бұл. Мына біз оққағар дегенде, басшыға оқ дегенде жаңа жүгіріп келіп алдынан тұра қалатындай болып кинолардан көрдік қой. Сондай жағдай болды ма?
Жоқ, ондай болған жоқ, бірақ енді ол кісіде жаңағы операция кезінде, колоннамен кетіп баратқан кезде уазик қой, уазик. Сол кезде жаңағы бронь желет, бәрімен отырамыз. Содан кейін постоянно жаңағы чопыр бар, Леха деген читан жігіті болатын. Бізбен жас жігіт. Сонда ешқашан дейді, былай нетпеу керек, босаңсымау керек дейді. Гранаттар тұратын, гранат. И берілмеу керек дейді. Оны Қара майор айтады ма? Иә. Анау қандай жағдай болса жауға берілмеңдер дейді ме? Қандай жағдай берілмеңдер, анау мынау деп, сонда Лехада да, менде де гранат, өзінде де гранат жүретін болды. Енді мүмкін алдындағы машина атып, артындағы машина атып, мүмкін біреулер келетін болса атсасын ғой, бірақ қолға түспеу керек. Оны үндемей қонас қой, қалай қолға түспеу керек екен. Мына өзіңіз білесіз, осы өткен ғасырда азамат соғысы деген болған. Сонда Василий Иванұлы Шапаев деген кісі болды ғой, сол Шуаш халқының түркі тектес қой. Түркі тектес Шуаш халқының өкілі еді. Соның сөзі бар екен. Егер оқ тисе де, ана алға қарай құлау керек деген, жауың жақсықансын деп. Бір сондай ұлағатты сөздер бар ма еді ол кісінің? Енді былай жағдай мынандай болып қалса, былай етіңдер деп жаңа. Енді ол кісінің ең бірінші мақсат енді аман алып қалу болды ғой, бәрімізді. Аман алып қалу болды. Енді үйірде жаңағы жемші-жидектің бәрі өседі. Енді 19 жас болсаң да бала ғой, кейде жетке шығып кетеді. Жаңағы жүзім, біз нетпейтін жаңағы гранат деген, солар сояқта сол керемет өседі екен да. Сондай жондайға шығып кеткендер болды дағы, минаға жарылғандар болды. Екі аяқ жоқ, өліп баған. Бір рет сол жаңағы солдатты бәрімізді қатар тұрғызып қойды, ананы жатқызды плащ палатқа. Екі санның еті былай ажырап жатыр ғой. Өзі қайтыс болып кеткен. Көріңдер деді міне. Мен мынаның шешесіне не деймін мынаның шешесіне? Не деп жіберем? Ол ертең маған хат жазады. Мен не деп жауап берем? Бір үзім жүзімге бола... Сол жүзім үшін, не үшін? Өліп барасыңдар ма? Тамақ бар, бәрі бар. Өзіңдер нетпеңдер деп, содан кейін ешқандай анау мынау болған жоқ қой. Прямо ратпен жүргізіп көрсетті. Мәселен, анау соғыста мына қару-жарақ енді ең басты нәрсе ғой енді. Тірі қалудың несі. Сонда мынау кейбірде автоматтар атылмай қалатын жағдай болады. Ол үшін күніге әйтеуір тексеріп, бұлай майлап тағы бір шаңын сүріп тұру керек. Сондайға қандай еді? Қатал ма еді? Қатал болады. Енді ол бізді мына Қапшағайдан бастап өзі сонда үйретті ғой. Барлық жағынан үйретті. Қару жағынан да, жаңағы спорт жағынан да, денсаулық жағынан да қалай. Ондай енді отказ беріп ешқандай болған емес. Ол кісінің батальонда даже жаңағы үлкен ЗСУ дейді, БМП, БМПлар да ондай болған емес. Енді қатты болғанына қарағанда ол өмірдің не екенін түсінген адам ғой. Өмірдің нәзік екенін. Енді көзіне жас алған кезі болды ма? Мұңайған кезі? Болады ғой, болды. Өзіңіз көрдіңіз ғой. Қандай жағдайда бұл? Енді жаңағыдай қайтыс болған солдаттар енді бағана айтып отырмын ғой, 13 солдат бірақ кеткен кезде енді 13 адам деген ол адам өмірі сондайда жасалған көзіне жасалған кездер болды. Мына бейбіт кезде жаңағы қаза тапқандарды апардық дедіңіз. Ал жаңағы мен қару-жарақ туралы бекерден бекер сұраған жоқпын. Осы
совет билігі кезінде де, кейінгі кезде де осы Калашников автоматын өте мақтайды. Бірақ мен кейін естимін, ол жаңағы өте көп жасалынғандықтан сондай бір жарнама болып кетті деп. Шынына келгенде мына қазір айтылып жатыр ғой. Мен өзім кино көргенмін. Соғыс кезінде, анау Ұлы Отан соғысын айтып жатырмын, екінші дүние жүзі. Сонда мына фашист әскерлері келіп қаруларын тастап жатқанда, мен бала кезімде сол Калашников автоматты көрдім мен. Бірақ олар өте үлкен болатын. Кейін білсем, Шмайсер ғой енді ол. Сол Шмайсерді жаңағы мына кеңес өкіметі Калашников ойлап тапты деу, шындығында бұлай көшірген ба, ұрлап алған ба, сондай деп жазылады енді. Сол автоматтың сапасы қандай еді? Сапасы керемет. Біз енді самолеттен секіргеннен кейін енді десант дейді ғой, десантский варианты АКМ модернизирован, АКС складной дейтін. Приклад темір, астына қарай нетеді, парашюттің алдында тұратын. 762 мм оғы. Кейін 5-45-ке ауыстырды ол автоматтар бізде, сол Ауғанстанда. Бірақ отказ беріп, енді ондай несі көрген жоқпыз. Снайперский винтовкада, жаңа 5-45-те, 7-62-де бәрі керемет. Осы Ауған соғысында көп адам қаза тапты ғой. Мына оңтүстік Қазақстан облысында қаза тапқандардың саны мына Калашников автоматының бір қорамсағында қанша оқ болса, сонша жігіт қаза тапқан екен. Ол оңтүстік Қазақстан облысында. Алматы облысында қанша адам қаза тапқанын білмейсіз ба? Алматы облысында білмеймін. Біз өзіміздің ауданда Ауғанстанда 11 адам қаза болды. 11 адамның сол памятнигі бар. Борисаға өзі сол кезінде соны аты алысып, ауданға тастарын орнатып, ашып кеткен ол кісі. Қоршауда қалған кездеріңіз болды ма? Қоршауда енді мен өзім болған жоқ, бірақ менің ротам жігіттері болды. Солар қоршауда болған қандай бір оқиғаларды айтып берді ме? Батальонға шабуыл жасалды. Өте мықты жан-жақтан минада түсіп, 70 тонна резервуар жерге көміп тастаған. Екеуі біреуінде бензин, біреуінде шайырып құйған жерге көміп тастаған резиновый. Тұрған жерімізде Рохада соғылған үстіне мина түсірді. Артиллерияның склады енді оған мина түсірді. Содан әлем болды. Тауда енді посттар ғой, 3000 метрден, 2,5 метрде өзіміз жігіттер пост қойып тастаған ғой жан-жаққа. Командир. Соларға қоршады ғой. Жаңағы біздің жігіттер Талғат, Нұркен, Марат, ауданның тура солардың посты. 2 қырғыз жігіт бар, тәжік жігіт бар. Соларды қоршап, рация деген бәленбай болды. 2 двухсотый, 2 қайсы болды, 3 қайсы болды деп жіберді. Мынаяқтан ойлап отырмыз, қайсысы кетті екен земляктарынан деп. Байрайын десеңіз, 3,5 шақырым бояққа барамайсың. Батальонымызда бомбалап жатыр ғой. Содан кешке қарай Борис ағамыз вертолет шақыртты. Енді түнге қарай ұшпайды ғой, бірақ шақыртып, келіп, жан-жағын бәрін жаңағы атқызып, содан жігіттер аман қалды. Бірақ жаңа тікұшақ келіп атты ғой жаңағы. Тікұшақ келіп атып, иә. Даже громко говорит, мақайлаған ғой жаңағы душмандар. Дети Ленина, сдавайтесь деп. Не деп? Дети Ленина деп. Орысшада бар? Иә, орысша, иә. Бұл бәрі ғой, бәрі наемниктер ғой. Олар сонда сол кеңес елінің әскерін Дети Ленина деп атайды екен. Солар айтқан ғой, Дети Ленина, сдавайтесь деп. Бірақ ол жігіттер берілген жоқ. Оқтар айтыр бар, атысып, талайын сөйірді. Жер жастандырып, сонымен ертеңде барып, жаңа қайсы болған жігіттер түсірдік. Сонда ерліктер үшін де енді марапатталған ақша. Марапатталғандар бар. Енді осы жерде бір сұрақ.
көңіліңізге жақса да жақпаса да сұраймын ғой енді. Ұлы Отан соғыс кезінде де болған жағдайлар бар, көп естідік. Мына сол медальге, орденге ұсынған кезде бір әділетсіздіктер болды деп, тіпті оны мына осы Ауғанстанда болған жігіттің өзі де айтты маған. Оны өзіңіз де танитын шығарсыз. Бақытжан Молинов деген. Ал сондай әділетсіздіктер сіздерде болды ма? Ондай көрдіңіздер ме? Естіңіздер ме? Әділетсіздік ол жерде тек қана мына Барыс ағамызға болды ғой, командирімізге болды. Солай болды ма? Иә. Ол кісіні сол жерде жүргенде 3 рет ұсынды Совет одағының батыр атағына. 3 рет ұсынды? 3 рет ұсынған. 3 ретте отказ бермеді. Енді мен ол кезде ойламайсың ғой, қазір ойлаймын, қазақ болғаннан кейін алмады ғой. Қазақ болғаннан кейін алмады. Енді аты дүрілдеп тұрған қара майор. Енді қара майор болса да боевой красное знамение берді, орденді, бірақ нені бермеді. Радчиков деген капитан болды. Екі аяғына минаға түсті біздің батальонда. Сол барып Москвада аяқ салдырып Совет одағының батыр атағын берді. Екі аяқпен қайттан келген ғой біздің жаңа батальонға. Соғысуға ма? Соғыс. Ол кім еді? Біз кеткеннен кейін орыс. Радчиков деген. Совет одағының батырын берді. Екі аяқтан да командирге бермеді мені. 3 рет жіберді, мен сол қасында білем ғой представление. 3 рет. Енді осы бұлай қара майор ауған басшылармен бұлай соғысып жүргендерді айтам. Командир дейді ғой енді. Солармен бұлай келіссөздер, бұлай қарым-қатынастар болған жоқ қой, болды ма? Келіссөздер болды ғой. Оның енді ең бірінші оның қара майор атанғаны, біз ең бірінші сол соғысқан полевой командир дейді ғой, сол маджахеттердің командирі, дұшмандардың Мавлави Кара деген болған. Мавлави Кара. Ол да қара екен? Иә, содан бұл жаңа қара майорды шығарған 40 жігіт вообще біздің өзінің батальонның. Ол Мавлави Кара болса, бізде қара майор деп содан қара майор содан шыққан солдатский малва дейді ғой. Иә, сөйтіп анау кеңінен таралып кетсіз. Бірақ мына басшыңыздың өзі де түрі қазақша қара ауылдың қарадан болып қалады. Командиріңіз де қара, өзіңіз де қара екенсіз. Тем более ана жақтан күн ыстық. 56 градусқа сыйды, одан ары ағарасың ғой енді былай айтқанда. Сонымен келіссөзге барғанда сіз де бардыңыз ба? Иә. Ол келіссөзге ең бірінші сол жаңағы біз енді өрге бізді 1 айға кіргізген. 1 ай тұрып берсеңдер, содан кейін шығасыңдар деп. 1 ай емес, біз 8 ай тұрдық. Ақметшаққа қарсы 8 ай біз. Неге қайтармады? Батальон. Енді барлық позицияны ұстап қалды ғой. Таудың бәрінен ар жақтан, бер жақтан караван жоқ, колонналар жүре алмайды. Ешқандай позицияны қару-жарақ ештеңе өтпейтін тастадық қой. Қол аяқтарын байлап. Сонымен бізді қалдырды. Сонда қара майордың жаңағы іскерлігіне байланысты. Енді олар орталықтағылар мына кеңес билігінде СССРда сол жаңағы басқа адам істей алмайды дегеннен қалдырған шығар. Солай ма сонда? Енді біз барғаннан кейін нәтижені көріп тұр ғой. Бізге дейін талай батальон кіріп, талай қырылып қалған ғой. Ауғандықтармен барғанда қай тілде келісім сөз болды? Пуштунша ғой. Өзбекше, өздерінің таза пуштундар өздері тілдері басқа ғой. Пуштунша. Сонда қара майор ол тілді білетін бе еді не? Жоқ, переводчиктер бар ғой. Переводчигі бар ғой. Тілмаштар арқылы. Ол тілден орысша айтып тұрды ма сонда? Иә. Орысша айтады. Бардық переводға барып, Ақметшақпен келісіп, еще жаңа Жаркудук деген жерден газ айдаған ғой Совет өкіметіне қарай. Сөйден 13 гражданский жаңа өзіміз сияқты жай адамдар ұрлап кеткен ғой жаңа. Ауғанстан дұшмандар қарапайым қызметкерлерді ұрлап кеткен ғой. Солардың бәрін алып, түнде Борис өзі барды, қасында 2 бітірмен барды, сол қазақ жігіттер бардық, сол өзіміздің земляктар. Сіз барсыз? Иә, барып, сол жерде келіссөзін жүргізіп, жаңа 13 адамды алып,
содан қайттық. Содан кейін жаңағы перемирие дейді. Бір ай оқ атпаймыз ешқайсымыз бір-бірімізге. Солай. Сол сөзінде тұрды ма олар? Тұрды. Жаңа айттыңыз, ол жақтан газ құбыры тартылған екен. Сонда не? Кеңес өкіметінен газ келіп жатыр ма, жоқ? Ол жоқ, сол жақтан жақтан бері қарай. бері қарай. Сонда соғыс жүріп жатыр. Тағы да газ кетіп жатыр мына жақтан. Бері біз неге жақын жер ғой. Шекараға. Сонда жалпы дұшмандардың кеңес әскерімен соғысы не себеп болды? Не себеп болғанда ол енді ол мысалы ауған өкіметі өздері бізден көмек сұрады ғой басында. Совет өкіметінен. Ресми көмек сұрады. Содан 79 жылы кіріп отыр ғой біздің әскерлер 79-дан бастап. Ол енді біздің кіргенімізден мысалы ол ауған халқымен емес, біз дұшмандармен соғыстық қой. Соларға қарсы. Ауған өкіметіне қарсы? Иә. Өкіметтің бәрін алып тастап жаңағы Аминді өлтіріп, Бабырақ Кармаль болды ғой сол кезде. Бабырақ Кармаль сол бізден жаңағы көмек сұрап, бәрін апрельский революция деп өздері өткізген сияқты болып, бірақ біздікілер өткізді ғой. Жаңағы үкімет басына келіп, президент болғаннан кейін сон көмектесе бастады ғой совет үкіметі. Біз енді ауғанның халқын емес, соларға қарсы дұшмандармен соғыстық. Ауғанстанда да қазақтар тұрады ғой. Қазақтармен кездестіңіздер ме? Кездестік. Паншерде кездестіп, бір қазақпен сұрасырсақ, бұрын аталарымыз өткен айтып кеткен Қызылорданың қазақтары екен. Қызылорданың. Әйелі бар екен, өзбек, 4 баласы бар екен, әйтеуір. Енді ояқта свет, анау-мынау жоқ, әйтеуір қолымыздан келгенде әйтеуір қасындағы жаңа земляктармен әйтеуір тамақ, анау-мынау бәрін сәлерге әйтеуір біз кеткенше әйтеуір 8 ай көмектесіп кеттік әйтеуір. Қызылордадан әкелді. Қарнымыз тартты дейсіз ғой. Енді қазақпын деп тұрғаннан кейін. Руынды айтқан шығар, есіңізде ме? Руы есімде жоқ енді. Айтқан руын бірдеңке деп айтып кетті. Аталарым деді, атасы әкесін айтқан, әкесі мынаған айтқан ғой енді. Бірақ әйелім өзбек. Сөйлейді қазақша, бірақ акцентпен ғой. Енді өзбек болғасын. Бірақ өзі де не акцентпен сөйлейтін шығар? Иә, өзі акцентпен сөйлейді. Өзі енді семьясын көрген жоқ, өзін мен сөйлесіп, сонымен көмектесіп тұрдық әйтеуір. Жаңағы не жанармай беріп тұрдық дейсіз, оны қалай беріп тұрыңыздар? Енді ол жасайсың ғой енді. Жасағанда енді өте ешкім сатпайды, ешкім нетпейді, ондай не жоқ қой енді. Әрқайсымыздың өзіміздің БМП-міз бар, экипажымыз бар. Сөйтіп аздап көмек бердіңіз. Аздап. Дұрыс қой, оларыңыз дұрыс, оны ешкім ештеңке дей алмайды. Мына сізден тағы бір сұрайын дегеніміз сол жаңағы Борис ағаңызға жұрт көзінше қара майор дейтін бе, жоқ сыртынан қара майор дейтін? Жоқ, аға деп айтатын бедіңіздер, қалай дейсіз? Жоқ, жолдас командир деп. Біз жолдас командир дейміз ғой. Табаш майор дейміз ғой енді ол. Сен абылай енді неткенде сөйлесіп, бір неткенде аға деп нетесің, абылай ояқта енді только устав. Әрине. Ал сыртынан өзі білетін еді ғой, қара майор деп айтады. Біледі ғой. Оған өкпелеген жолсыз жоқ. Жоқ. Өкпелеген жоқ. Жаңа бір нәрсе есіме шығып кетті. Сол жаңа ауған дұшмандармен сөйлескен кезде қандай сөздер айтылды? Бұл кісі қандай уәж айтты? Ол кісілер не деді? Бұл кісі енді бір ай оқ атпаймыз деді. Мен енді бұл жерде кәдімгідей болдым. Жаңағы үйірде болғанда енді халықтарына тыныш болды ғой. Дұшмандар ешқайсы тиіспейді, жайбарқат баяғыдай жүре алмайды, атыс шабыс жоқ. Ана адамдарды өтесің бізге жаңағы біз шығамыз сенің неңнен. Аймағыңнан шығамыз. Дұшмандардың аймағынан шығамыз деді ме? Дұшмандардың аймағынан шығамыз. Бәрі
солай болды деп шешті дағы, сонымен шықтық қой. Тып-тыныш шықтық, оқ атпай шықтық. Олар жатқан жоқ. Дұшмандардың киімдері әскери киімдер ме? Жоқ, біз ана теледидардан көріп жатамыз, әшейін бір киіп жүрген. Әскери де бар, енді көбінесе өздерінің киімдері ғой, көйлек сияқты. Қарулары қандай қару еді? Қарулар енді ағылшынның да қаруы бар, бур, калаш та бар, калашник те бар. Сондай бар, шетелдікі де бар, бәрі бар қарулар. Баяғы 41 жылғы автоматты да көрдік сол жақтан. Сол автоматтар әлі жоқ. ППШ деген автомат ППШ сол жерден, иә. ППШ жаңасын көрдік. Анау несі, қорамсағы дөңгелек. Қорамсағы дөңгелек. Жаңасын? Иә, 75 патрон сиятын. Сөйтсек ол, оказывается, Совет үкіметі соғыстан кейін көп беріп тұр Қытайға. Сол через Қытай, басқа мемлекет арқылы түскен ғой енді. Енді бізде жаңағы операция дейді, жаңағы басып алған ауылдың бәрін прочерк жасаймыз ғой. Сол кезде шығады ғой қару-жарақтар. Сол кезде көріп жүрмін ғой жаңағы ППШ-ны. Аталарымыз соғысқан қару еді ғой ол кезде ППШ-да. Ал енді сонымен 8 ай тұрдыңыздар ма жаңағы жерде? 8 ай тұрдық. Ал содан кейін не болды? 8 айдан кейін уже бері қарай мартта шықтық біз. Мартта жаңағы Гүлбақар деген аузына жерге шықтық та, чайымыз жерде болды. Сол өрді енді анда-санда колонна сопровождать етіп, бір-екі рет операция болып тұрды. Біз дембілеге сол майдың аяғында біз ауылымызға қайтаратын болды дейсіз ғой? Қайтаратын болды ғой. Батальон сол жерде қалды. Кейін енді Борис ағамыз ноябрьға дейін өзі сол басқарып, ноябрьде ол кісіде енді. Сонда қара майор сіздерді қайтарғасын әлі қалды ғой? Қалды. Ол кісі күзде келді. Күзде келгенде қарсы алдыңыздар ғой? Жоқ, оны білген жоқсыз ба? Білген жоқпыз қай уақыт екенін, бірақ енді құлақ түржідік келді. Сол Қапшағайдағы Чашқа өзіміздің сол арнайы мақсаттағы бригадаға келді дегенде соның ауылдан жиналсақ барып. Сонда кездесу қалай болды енді? Сізді көргенде ол кісінің көңіл күйі түрі қандай еді? Бәріміз де қуанышты ғой енді. Ана өзіміздің КПП баяғы өзі ол кезде 20 адамыз. Соны барып КПП-ға айттық, ана Керімбаевқа келдік, анау-мынау. Аш есік деген екен, піләм жүгірумен бірақ кірдік, штабтың қасына барсақ, жүгіріп шығып, құшақты асып, аман келдіңіз баға деп, сонымен Чашадан шығып бәріміз Қапшағайға келіппіз айтып. Кафеге отырып, әңгімелесіп, қал жағдайымыз сұрап бәріміз. Қара майормен бірге? Қал жағдайымыз сұрап. Сол жерде тұрды ғой, кісіде квартирасы сол Қапшағайда болатын, әйелі, қызы, үшеуі. Солай деңіз. Енді соғыс көрген адамсыз ғой. Сіздерді Ұлы Отан соғысының ардагерлер деңгейіне теңестірді ма? Жоқ, ондай болған жоқ па? Ондай болған жоқ. Енді бір жеңілдіктер болды ма? Теңестірілген деген жеңілдік берген 83 жылы. Ол қандай жеңілдіктер? Енді жаңағы соғыс ардагерлерінің жартысы ғой. Жарты жеңілді ғой сонда бізге бергені. Жоқ, жеңілдік деген енді жартысы дегеніміз ол не енді? Жаңа автокөлікке салық төлемейміз, өзіміздің жерімізге салық төлемейміз. Ұшақпен 50% болатын, жаңа пойызбен 50% болатын, қалааралық, ауданаралық автобустарда тегін жүретінбіз. Оның бәрі сақталды ма бүгінге шейін? Қазір сақталған жоқ. Бәрі жойылды ма, жоқ, қалғаны бар ма? Енді кішкенесі ғана қалды ғой енді. 20-шы жылы ардагерлер заңын әйтеуір қайттан қараттық, содан әйтеуір бәрі қысқарт бастады ғой. Сіз осы қазір командирлерге қара майордай болдыңыз деп айтуыңыз керек қой жалпы. Енді қазір әскерге адамды көшеден ұстап алады. Бүткіл Қазақстанда патриоттық
отандық сүйгіштік жоқ жастар арасында. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Оның себебі енді мына біздің кезімізде біз кішкентай кезімізде соғыс ойнайтынбыз. Сым темірден автомат, ағаштан автомат, соғыс, неміс, совет, қызыл, ақ, міне. Сондай немен өстік. Аталарымыздың арасында ауылда мысалы бір біздің сол 5-6 оқып жүрген кезде 80-90 участок бар болатын. Жаңа соғыс ардагері. Әрқайсысы соның 4-5 мұғалім. Жаңағы соғыстың ең қанды жерінде жаңа шайқастарда болған Днепрді фарширт еткен. Соларға қызығып, біз солардың айтқандарымен мысалы Содан кино көрсетіледі. Содан кино көрсетіледі, соны кейін өсе келе мына отан үшін жаңағы бауыр атам сияқты отқа күймейсің дегендей сондай сезіммен өстік қой біз. Қазіргі балалар немен өседі? Қазіргі балалар телефонмен өсіп келатыр. Бәр нәрсені, ойдан шығарған нәрсені телефоннан көріп ап, соны істейді. Сен армияға десең, маған не бар аға үйерде дейді. Не бар үйерде? Мен бір жылымды жоғалтам ба дейді. Ал ертең бір жағдай болса, бізді кім қорғайды? Алғыс, мына біраз суреттер әкелгенсіз. Мына сурет түріне қарап отырмын. Мына сурет не сурет? Осы сурет туралы айтып беріңізші. Борис ағамыз ауылда Рамазан деген жігітіміз болатын. О да Ауғанстанда бізден бірге кеткен, бірақ басқа жерде. Сол қайтыс болып, сол осы мектепке тақта орнатқанбыз. Соны Борис аға өзі кеп ашып, жаңа тақтаны. Сонда міне бәріміз. Мына суретте жаңағы Рамазанның мамасы отыр. Анасы ма? Анасы отыр, анау әпкесі, екі әпкесі. Ұлты қазаққа ұқсамайды ғой. Түрік. Өзі кеп сол тақта ашылады дегенді естіп, мектебімізге кеп өзі ашып кеткен болатын. Қарамайыр осындай аналарға баратын бе, жауынгерлердің аналарына? Бәріне. Өте жақсы. Мына суреттерді біз қалай да көрсетеміз. Енді соңғы сұрақ. Сондай атаңызға айналған адамның қасында жүріпсіз. Қарамайорды сағынасыз ба? Күнде сағынам командирімді. Мен емес 535 адам сағынады. Бізден бір жыл бұрын служба еткен, жаңағы қызмет еткен бәріміз араласып тұрамыз. Жылда 29 октябрьде бізде батальонда кездесу, осы 28 Паспентов паркында 83 жылдан бастап. Неге 29 қазанда? 29 қазанда біз Ауғанстанға кірген кезіміз. Біз кетіп баратқанда Борис ағамыз айтты ғой, командиріміз. 29 октябрь жылда встреча, батальонный встреча. Кездесу деп, соны жылда 83 жылдан бастап кездесеміз. Сонда ол кісі өзі де қатысатын бе? Өзі қатысатын. Міне өлгенше өзі қатысып кетті. Былтыр 41 жыл дегенде Тәжікстаннан 6 жігітіміз келді. Біздің батальонда служба еткен менімен бірге бір ротадан 4 адам келді. Солар 41 жыл дегенде келіп, бізде әйтеуір өздері әйтеуір ақшайында балалар көмектесіп самолетпен ұшып келіп, былтыр Борис ағамыздың басында Құран оқып, ауылдағы жігіттердің басында Құран оқып, мен үйімде болып, қонақта болып, 29 күні встречаға бәріміз келіп, бір мәресіре болып қалдық. Дұрыс сонда. Ал енді командирімізді қай солдаттан сұрасаңыз да бәрі сағынады. Ол кісі сияқты енді. Мен үшін ол кісі сияқты командир жоқ. И біздің батальон ішінде. Бақберген Сәтұлы өзі сәтін салып, бүгін бізге келіп, осындай қызықты естеліктер айтып бергеніңіз үшін, өзіміздің атымыздан да біздің құрметті қонақтарымыз сізді көріп отырған шығар. Және қазір бізді көріп отырған көрермендеріміздің де атынан сізге үлкен алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер,
Бүгін бізде қонақта Бақберген Сәтұлы Әбішев болды. Ол аты аңызға айналған Қара майор деген батыр, қазақтың ұлттық батыры. Сол кісінің оққағары болған. Былайша айтқанда қарулас досы деп айтайын деп отырын, бірақ сонда да қазақшалап қарулас інісі дегенге қарсы болмассыз, Бәріңіз бүгін уақытыңызды бөліп бізді көргеніңізге алғыс. Бір хабарландыру айтып берейін. Абай атындағы педагогикалық институтта тарих ғылымының докторы Света Смағұлованың мына бір кітабының тұсаукесері болды. Жақында біз осы кісіні шақырып, осы кітап туралы әңгімелеспекшіміз. Себебі бұл қазақтардың басына түскен кезіндегі ашаршылық туралы кітап. Біраз уақыттан соң тарих ғылымының докторы Светлана Смағұловамен кездесесіздер деп уәде береміз. Хош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.